Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 73-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. A song. Бізде өлең берілген. Осы өлеңді тыңдайық. Өлеңнің сөздерін қарасаңыздар, кейбір сөздер түсіп қалған. Яғни 1-ден 5-ке дейінгі сөздер жоқ. Суреттер берілген, 1-ден 5-ке дейін сол суреттерге қарап, сөздерді толықтырамыз. 1-ден 5-ке дейінгі сөздерді табу осы бірінші жаттығуды орындау арқылы табамыз. 1 деген жерде бізде C болады, let's form a big strong line. 2-де A болады, in New York City. 3-те D болады, summer here. 4-те B, me and you. 5-те E, this is an invasion. Енді өлеңге осы сөздерді қойып шығамыз. Exercise number 2. Complete 1 or 5 in the song with the phrases from exercise 1, then listen and check. Сөз тіркестерін 1-ден 5-ке дейінгі бос тұрған жерлерге қойып болғаннан кейін өлеңді қайтадан тыңдап тексер дейді. Біз өлеңді тыңдап шыққан болатынбыз. Қайтадан тексеру үшін өлеңді қайтадан сөздерді қойып тыңдап шығыңыздар. Exercise number 3. Choose the title for the song from A-D. A-дан D-ға дейін берілген тақырыптардың ішінен өлеңге тақырып таңдаңыз дейді. A. Dancing in Chicago. Чикагодағы B. B. The time is right. Уақыт дұрыс. C. Dancing in the street. Көшеде билеу. D. All we need. Бізге қажет. Жауабы бізде Dancing in the street болады. Exercise number 4. Listen again and sing this song. Әнді қайтадан тыңда, одан кейін әнді айт.